Саламатсыздар ма? Менің есімім Гүлфия. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ірімшіктен дайындалатын өте дәмді жұмсақ рогаликидің рецептісін ұсынамын. Ыдысқа 250 грамм 17% жұмсақ ірімшік саламын. Және 150 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, шанышқымен жақсылап езіп араластырамын. Блендер мен миксер керек емес, осылай шанышқымен араластыра берсеңіздер болады. Және ірімшікті өте жұмсақ алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде рогалики біркелкі болып піседі. 100 грамм қант, 1 жұмыртқа қосып, тағы да шанышқымен жақсылап араластырамын. Он грамм ванильді қант қосамын. Тағы да аздап араластырып жіберемін. Және електен өткізілген ұнды шетіне қосамын. Рецепт бойынша 400 грамм ұн. Бірақ кішкене көбірек азырақ кетуі мүмкін. Осы ұнның үстіне 2 кішкентай қасық қопсықыш саламын. Және шанышқымен араластырамын. Ұнды шетінен саламын. Кішкене қоюланғаннан кейін ұн. Қолыммен қамыр елеймін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырды елеп болғаннан кейін бір 10 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Немесе тоңазытқышқа салып, бір күннен кейін де жасасаңыздар болады. Мына қамырды елеп, бір 10 минутқа тындырып қоямын. Қамыр тынды. Енді екіге бөліп, бір бөлігін шетке алып қоямын. Бір бөлігіне кішкене ұн сеуіп, аздап елеп, оқтаумен жайып, рогалики дайындайтын боламыз. Мына қамырды жайдым, енді кесемін. Рогалики дайындаймын. Рогаликиді салмасымен жасасаңыздар болады. Изюм, немесе повидло, варенье қосып жасасаңыздар да болады. Мен бірақ ешқандай салмасы жасадым. Соның өзінде рогалики өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Пергамент төселген формаға саламын. Барлық рогаликиді. 180 градуста 30 минут пісіремін. Менде рогалики әртүрлі болды. Сіздер біркелкі қалдырып жасаңыздар болады. Рогалики дайын, өте жақсы көтерілді, жұмсақ болып шықты. Үстіне сахарный пудра себемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.